Сексенге жасы келгенше бір бала көрмей тоқтарбай, қайғы менен қан жұтып, ақылынан дадасқан. Алматы қаласы Әуезов ауданы номер 104 жалпы білім беретін мектептің 6-шы В сынып оқушысы Жеңісхан Жұлдыз. Мен қобанды жырын жаттадым. Ал бұл жырда жағымды және жағымсыз да кейіпкерлер кездеседі. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дегендей, мен сол жырдағы жақсы кейіпкерлерді өзіме үлгі тұтамын. Балалар жырды жаттау барысында өте көп өздеріне қажетті керек мағлұматтар алды. Осы байқаудың тәрбиелік те маңызы өте зор. Себебі балалар ата-бабаларымыздан келе жатқан мұра болып саналатын осы Қобыланды батыр жырының өн бойындағы мазмұндағы жер суаттарын, батырларды, жалпы әдет ғұрыпты, салтты үйреніп жатыр.